Ата-аналардың бәріне айтатыным, сапалы ұрпақ дүниеге келу үшін міндетті түрде алдын ала жоспарлау керек, жүктілікті тексерілу керек, қаралу керек. Қайсында ер жағында ма, әйел жағында ма проблема болса, оны міндетті түрде және емдету керек. Барлығын келінге жауап беруге болмайды. Әзір ерлерде бедеулік белең алып жатыр. Күнделікті қаншама адамдар бізге келіп кетеді. Сол себептен уақытты өткізбей, екеуін міндетті түрде бірге тексерткізу керек. Қайсының денсаулығында проблема болса, соны емдету керек. Менің басымнан бір өткен жайт, 12 жыл болған екен үйленген. Бірақ екеуін де тексерсем, екеуін тексеру нәтижесінде де гормондарынан тартып, аталы ұрығыдан жаңағы ердікі 90 неше болып тұр. Әйелде де ешқандай проблема таппадым. Бәрі жақсы. Бірақ 12 жыл болған үйленген, балалы бола алмаған. Соны мен айттым, бұрында мен басымнан өткен тәжірибем бар еді. Сіздер енді тексердім, бәрі нормали, ешқандай екеулеріңізде де проблема жоқ. Генетикада қанның сәйкеспеу деген де болады. Мүмкін сіз екеулеріңіздің қандарыңыз сәйкеспей тұрған шығар. Сондықтан 12 жыл енді күтіпсіздер, денсаулықтарыңыз жақсы, мен емдейтін ешқандай проблема көріп тұрған жоқпын. Мүмкін бар екеулеріңіз жолдарыңызды екі жаққа бөліп, ажырасып, басқа бір адамдармен үйленсеңіздер деп рекомендат еттім. Үлкен кісілерменен келген еді, жаңағы ата-әжелерменен. Олар да бұған келісті. Кейіннен 1,5 жыл өткенде сол екеуі де келді. Екеуі де басқа адамдармен үйленген, біреу ұлды болған, біреу қызды болған. Маған рахметін айтып, 12 жыл уақытымыз өтіпті, осындай бір кеңеске беретін бізге адам болмады ғой деп. Сондықтан мұның өзінен нені көруге болады? Қан сәйкестігі. Кейбір жағдайларда болады, бала ішке бітеді, бірақ 3-4 ай болған уақытта түсік ұстап жатады. Бұндай жағдайда да қан сәйкестігінің болмауы, қан еріп кетеді. Қан ерейді дағы, істеген кезде және нәресте шетінеп кетіп жататын жағдайлар болады. Әдетте бір рет аборт жасады, не болмаса түсік ұстаған жағдайда үнемі айтам мен, ең аз дегенде 1 жыл, мүмкін бар 1,5 жыл бала жоспарламаңыздар. Емделіп, бәрі дұрыс болғаннан кейін барып алыңыздар деп. Бізде жұмыс істейтінде бір қызметкер, өкінішке орай өзі медицина қызметкері бола тұра, мен ақылымды айттым. 1 жылдан кейін ал десе, 3 айдан кейін жүкті болып келіп отыр. Мен түсінбеймін. Алдында жаңағындай тастады. Енді мына бала аман есен енді дүниеге келсін деп Алладан тілеймін. Бірақ ғылым ғой. Ғылымды өзі біле тұрып, медицина саласында ондай қауіп, ондай рискке баруға болмайды ғой. Сол себептен медициналық білім бар адамдардың өзінде осындай жағдайлар кездескенде басқа осы тыңдармандарға айтатыным, ғылымға сену керек, ғылыми түрде тексеру керек, ғылыми түрде емделу керек. Өзі аз қазақпыз, қазақты көбейту үшін міндетті түрде жаңағындай немене жасауымыз керек қой, жаңағы медициналық жақтан жаңағындай тексеріліп, сапалы ұрпақ көруді жоспарлап, онан кейін бала алғандарыңыз дұрыс болар еді деп ойлаймын.